Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жақсылар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз уақып амалы жайында болмақ. Қасиетті Құранда Ибрахим сүресі 31 аятында Алла Тағала Астағуду билла Құлли ибадияллазина аману يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Яғни Алла Тағала иман келтірген құлдарыма айт, намаздарын толық орындасын, және де сауда саттықта, достықта, мал дүниеде пайда бермейтін қиямет күні келмей тұрып, біздің берген рызық несібімізден Алла жолында жасырын және жария жұмсасын деп бұйырады. Білесіздер, ақыреттің күні бізге сауда саттықта, достықта, мал мүлкімізде пайда бермейді. Пайда беретін нәрсе тек қана игі ізгі амалдар. Алланың разылығы деп жасалған игі амалдарымыз. Алла Тағала бізге сол қиямет күніне дайындалып, бірінші амал, яғни намазды бұйырып жатыр. Одан кейін барып, Алланың разылығы деп, яғни Алланың берген мүлкінен Алла жолында жұмсауға шақырып жатыр. Осы бір Алла жолында жұмсаудың, яғни сауабы үзілмейтін бір ерекше түрі бұл уақып амалы. Уақып дегеніміз белгілі бір мүлікті қоғамның пайдасына арнау. Яғни одан қоғам, ол мүлік, ол қоғамға пайдасын береді, қызмет етеді. Сол қанша уақыт ол мүлік, сол қоғам, ол мүлікті пайдаланған болса, сонша уақыт бойы сізге сол жасаған адамға сауабы бармақ. Ислам тарихына үңілген болсақ та, мешіттер, медреселер, ауруханалар, жетім жесірлерге арналған баспаналар барлығы осы уақып қорынан тұрғызылған. Яғни одан халық не істеді? Емдік шараларын пайдаланды, құлшылықтарын жасады, бағана үйді отбасылар, жағдай жоқ отбасылар пайдаланды. Енді сол нәрсені жасаған адамдарға үздіксіз сауап барып тұр. Сондықтан да құрметті жақсылар, осы бір игілікке шақырамыз. Мүмкіндіктеріңіз болса, осылай уақып жасап, жер беріп, не болмаса мешіт салып, қандай да бір қоғамға бір қажетті нәрсе болса, соны жасауға тырысыңыздар. Және де оған мүмкіндіктеріңіз жетпейтін болса, сол бір ізгілікті жасап жатқан адамдарға үлестеріңізді қосыңыздар. Яғни бір кірпішін болсын қалаған болсаңыз, ақыреттің күні сол мешіт салғандардың, медресе салғандардың қатарынан тұрасыз. Алла Тағала баршамызға осы бір уақып жасауды, уақыпқа үлес қосуды нәсіп еткен болсын, естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Алла разы болсын.